Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Сіздердің назарларыңызға ювеналды педагогика пәні бойынша бейне лекция жиынтығын ұсынамыз. Өзімді қысқаша таныстыратын болсам, педагогика кафедрасының PhD аға оқытушысы Ахметова Эльмира Қалдыбекқызы. Жалпы бүгінгі лекцияның тақырыбы ювеналды педагогика, негізгі ұғымдары, даму тарихы және заманауи үрдістері. Жалпы лекция тақырыбының мазмұнына келетін болсақ, кіріспе бөлім, негізгі ұғымдар, даму тарихы, теориялық негіздері, заманауи үрдістер, халықаралық тәжірибе, Қазақстандағы даму және қорытынды бөлімдерді қарастыратын боламыз. Жалпы ювеналды педагогика ол қандай ғылым деген сұраққа жауап беретін болсақ, ювеналды педагогика құқық бұзушылыққа бейім немесе қиын жағдайға тап болған кәмелетке толмаған балаларды қайта тәрбиелеу, әлеуметтендіру және олардың құқығын қорғау мәселелерін зерттейтін педагогиканың арнайы саласы болып саналады. Және де оның зерттеу нысаны ювеналды жас 10-21 жас аралығын қамтиды. Осы жас аралығындағы қиын балалар мен жасөспірімдер, олардың мінез құлқындағы ауытқушылықтары, девиантты мінез құлықтың себептері және түзету жолдары қарастырылады. Жалпы зерттеудің нысаны қиын жасөспірімдердің тұлғалық және әлеуметтік құзыреттіліктерін қалыптастыру, оларды қоғамға бейімдеу, заң бұзушылықтың алдын алу және оң мінез құлықты түзету болып саналады. Басқа ғылымдармен байланысына келетін болсақ, ол әлеуметтік педагогикамен, пенитенциарлық педагогикамен, арнайы педагогика, психология, социология және ювеналды юриспруденция саласымен тығыз байланысты. Жалпы бұл пәннің маңыздылығы қазіргі қоғамда жасөспірімдердің арасындағы түрлі девиантты мінез құлықтың өсуі дәл осы салаға қызығушылықты арттырып отыр десек те болады. Яғни ювеналды педагогика қиын балаларға көмек көрсетудің ғылыми негіздерін әзірлейтін пән. Жалпы енді осы пән бойынша негізгі ұғымдарға тоқталатын болсақ, ювеналды жас, яғни 10-21 жас аралығындағы жасөспірімдер мен жастар. Оны біз екі кезеңге бөліп қарастырамыз. 10-15 жас, яғни жасөспірімдік шақ, және 15-21 жас, ол жоғарғы мектеп жасы. Қиын балалар, яғни мінез құлқында ауытқушылығы бар, педагогикалық іс-әрекетке бағынбайтын, тәрбиеге қарсы тұратын балаларды және жасөспірімдерді айтамыз. Девиантты мінез құлық. Девиантты мінез құлық қабылданған нормалардан қоғамдық құндылықтарға қайшы келетін мінез құлықты танытатын балалар. Яғни темекі шегу, ішімдік, нашақорлық, құмар ойындар, тағы басқа бұзақылық түрлеріне ұшыраған балаларды келтірсек болады. Түзеу педагогикасы, яғни девиантты мінез құлықты түзетуге, жағымсыз әдеттерді жоюға, жағымды қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған қызмет түрлері. Әлеуметтік педагогика, яғни бұл жерде де жасөспірімдердің әлеуметтенуін, отбасы мен қоғамдағы қарым-қатынасын зерттейтін сала. Пенитенциарлық педагогика түзету мекемелерінде қамалған, кәмелетке толмаған тәрбиеленушілерді оқыту жүйесі болып саналады. Жалпы даму тарихына келетін болсақ, бірінші қалыптасу кезеңі 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басына сәйкес келеді, яғни ақш-тың Чикаго қаласында 1899 жылы алғашқы ювеналды соттардың пайда болуымен тұспа-тұс келеді. Бұл баланы жазалау емес, тәрбиелеу принципіне алғашқы қадам басқан кезең болып саналады. Екінші даму кезеңі ол кеңестік кезең. Бұл кезеңде Макаренконың еңбектері үлкен рөл атқарады, яғни қиын балаларды еңбекпен және ұжымдық тәрбиемен түзету жүйесін қалыптастырған болатын. Мұнда балаларды ұжым арқылы еңбекке және тәртіпке баулудың бірегей жүйесі жасалды. Ал енді қазіргі кезеңге айтатын болсақ, халықаралық стандарттардың, яғни Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары туралы конвенциясының енуі және гуманизация процесімен тұспа-тұс келеді. Ювеналды педагогика тек жазалау орындарымен шектелмей, бүгінгі таңда ол мектеп, отбасы және әлеуметтік қызметтердің интеграциясына айналды. Жалпы енді келесі теориялық негіздері мен әдістеріне тоқтайтын болсақ, теориялық негіздері негізгі бағыттары жеке тұлғаға бағытталған тәсіл, әлеуметтік психологиялық теориялар,
мінез құлықты түзету модельдері және травмаға негізделген тәсіл. Бұл жерде де негізгі әдістерінің бірнешеуін атап өтуге болады, яғни педагогикалық әсер ету, жеке жұмыс жүргізу, топтық жұмыстар ұйымдастыру, еңбек тәрбиесі арқылы тәрбиелеу және шығармашылық іс-әрекет арқылы тәрбиелеу түрлерін айтсақ болады. Және де осы түзету жұмысының кезеңдері ол қиын балаларды анықтау, себептерді зерттеу, жеке жұмыс жоспарын құру, түзету шараларын жүргізу, нәтижелерді талдау болып саналады. Енді заманауи үрдістеріне келетін болсақ, жағымды жастарды дамытуға байланысты бірнеше заманауи бағдарламаларды ұсынуға болады. Бұл жерде айта кететін болсақ, PID тұжырымдамасы, яғни Positive Youth Development, проблемаларды жоюдан гөрі жастардың күшті жақтарын дамытуға бағытталған. Яғни 6 өмірлік саланы қамтиды: жұмыс, білім, қарым-қатынас, қоғам, денсаулық және шығармашылық. Келесі SEL бағдарламасы, яғни Social Emotional Learning. Бұл әлеуметтік эмоционалды құзыреттіліктерді дамытуға негізделген болса, келесі травмаға негізделген тәсіл. Яғни бұл жерде травматикалық тәжірибелерді ескере отырып жұмыс жасауды көздейтін бағдарлама болып саналады. Келесі MTSS жүйесі, бұл көп деңгейлі қолдау жүйесі. Яғни бұл жерде 3 деңгейлі қолдау қарастырылған. Біріншісі барлық оқушыларға қолдау көрсету, екіншіден қосымша мақсатты көмек көрсету, үшіншіден тереңдетілген жеке жұмыс жүргізу. Қалпына келтірушілік әділеттілік бағдарламасы бұл жазалаудың орнына зиянды қалпына келтіруге бағытталған тәсіл. Яғни жәбірленуші мен қылмыскердің кездесуі, зиянды мойындау және түсіну этапы, кешірім сұрау және кеңес беру, одан кейін қоғаммен байланысты қалпына келтіру, осындай деңгейлерден тұратын бағдарлама десек болады. Соңғысы когнитивті терапия, яғни ойлау және мінез құлықты өзгерту. Бұл жерде теріс ойларды анықтау, альтернативті ойлауды үйрету, мінез құлықты түзету және проблемаларды шешу дағдылары қарастырылған. Келесі қиын балалармен жұмыс істеудің негізгі принциптеріне келетін болсақ, бұл жерде қиын балаларды анықтау критерийларына тоқталайық. Біріншіден, ол оқу үлгерімі. Екінші, тәртіп бұзушылық. Үшіншіден, қатарластарымен дұрыс емес қарым-қатынас, яғни қатарластарымен дұрыс қарым-қатынас құра алмау. Төртінші, бос уақыт, яғни бос уақытты дұрыс ұйымдастыра алмау. Енді ескеретін жағдай, осы 4 көрсеткіштің екеуі баланың бойында кездессе, оны қиын балалармен жұмыс істеу жоспарын құруға болады деген сөз. Яғни осы критерийлер бойынша қандай жұмыстар жүргізу қажет. Енді тәрбиелеу жұмысының бағыттарына келетін болсақ, мен бейнесін дамыту, яғни өзіндік менін қалыптастыру, жағымды өзін-өзі бағалауды ұйымдастыру, өзін-өзі құрметтеуді, сындарлы ойлауды, әлеуметтік құзыреттілік қарым-қатынас дағдыларын, эмпатияны қалыптастыру, кейін зиянды әдеттерге қарсылық, яғни зиянды әдеттерге қарсы тұру қабілетін тәрбиелеу. Енді бұл іс-әрекеттердің тиімділігінің шарттары, бұл оқу іс-әрекетінің жемістілігі, эмоционалды жағымды қарым-қатынас құра білу, психологиялық қорғау және баланы психологиялық қорғалуы, және құқықтар мен міндеттерді білу. Бала тарапынан да, тәрбиеші тарапынан да екі жақты құқықты ескеру. Және де осы бүгінгі тақырып бойынша кішкене кейс стади әдісін қолданып сіздерге бірнеше тапсырмалар бергім келеді. Мысалға, бірінші жағдаятты қарайтын болсақ, 15 жастағы жасөспірім Арман соңғы уақытта мектепке жиі келмейді, сабақ үлгерімі төмендеген. Мұғалімдердің айтуынша ол сабақ үстінде агрессия көрсетеді. Сыныптастарымен жиі жанжалға түседі. Отбасылық жағдайы, әкесі жоқ, анасы күн бойы жұмыста, бала көбінесе көшеде достарымен уақыт өткізеді және құқық бұзушылық белгілері байқала бастады. Енді осы кейс бойынша
алдарыңызда талдау үлгісі берілген, яғни ювеналды педагогика тұрғысынан кәмелетке толмағандардың мінез құлқын, әлеуметтік бейімделуін, құқықтық тәрбиесін зерттеу маңызды. Және де негізгі, дәл осы кейс бойынша негізгі проблема ол отбасылық бақылаудың жоқтығы, әлеуметтік орта әсері, мектепке мотивацияның төмендігі, агрессивті мінез құлық, құқық бұзуға бейімділік. Осы жерде тағы да кейс бойынша қандай әдістерді қолдансақ болады? Яғни ювеналды педагогикада индивидуалды жұмыс, жеке жұмыс, профилактикалық әңгімені қолдануға болады, әлеуметтік қолдау көрсету және медиация. Одан кейін құқықтық тәрбие беру. Жалпы осы жерде көрсетілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді жұмыс жоспарын құруға болады. Сонымен қатар осы кейс бойынша бірнеше талқылау сұрақтарын ұсынамын. Әрқайсыңыз өздеріңіз осы сұрақтарды талдап көрсеңіздер. Біріншіден, бұл жағдайда кім негізгі жауапты? Отбасы ма, әлде мектеп пе? Екіншіден, қатаң бақылау тиімді ме, әлде қолдау қажет пе? Үшінші, девиантты мінез құлықтың алдын алу жолдары қандай? Төртінші сұрағым, заманауи технологиялар бұл жағдайда қалай көмектесе алады? Яғни осы сұрақтарға бүгінгі тақырып бойынша талдау жасасаңыздар болады. Жалпы бүгінгі лекция бойынша қорытындылайтын болсам, жалпы ювеналды педагогика ол күрделі әрі маңызды ғылым саласы. 18-ші ғасырдан бастап қазіргі заманға дейін дамып келеді. Бұл сала қиын жасөспірімдерге көмек көрсетудің ғылыми негізделген әдістер мен тәсілдерін зерттейді. Яғни бұл біздің бүгінгі қоғамдағы нағыз қажетті саланың, нағыз қажетті пәндердің бірі ретінде айтуға болады. Және де сөзін қорытындылай келе, балалар біздің болашағымыз. Оларға дұрыс тәрбие беру біздің қасиетті борышымыз екенін ұмытпайық. Бүгінгі тақырып бойынша осындай қорытынды жасап, сіздерге назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.